Саламатсыздар ма, Қазахмет көрермендері? Пайдалы кеңесіміздің тақырыбы дұрыс ұйықтаудың құпиясы. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Сіз түнде жақсы ұйықтайсыз ба? Бірден ұйықтап кетесіз бе, әлде ойнақшып ұйықтай алмай жатасыз ба? Азанда ұйқыдан қалай оянасыз? Сергек немесе өзіңізді қинап әрең тұрасыз ба? Ұйқыдан оянуыңыз қиын болса, лайк басыңыз. Түнгі ұйқы, дұрыс тамақтану, спортпен айналысу сияқты салауатты өмір сүрудің маңызды бір бөлігі. Түнгі ұйқының дұрыс болмауы мидың жұмыс істеу қабілетін төмендетіп, гормоналдық өзгерістерге алып келеді. Көптеген аурулармен, тіпті артық салмақтың пайда болуына себепші. Түнгі ұйқыңыз дұрыс болып, сергек оянғыңыз келсе, біздің видеоны соңына дейін көріңіз. Ол үшін түнгі ұйқыға күндізден бастап дайындалыңыз. 10 сағат бұрын. Ағзаңызды құрамында кофеині бар заттардан аластату қажет. Кофеин жүйке жүйесін тітіркендіреді, тіпті төсекте жатқан кезде мидың демалуына кедергі жасайды. Сол себепті 10 сағат бұрын кофе, кока-кола, көк шай, энергетикалық сусындардан, шоколадтан және темекіден бас тартыңыз. Ұйықтаудан 3 сағат бұрын алкогольдік сусындар және тамақтан бас тартыңыз. Алкогольдік өнімдердің және кешкі астың дұрыс қорытылуы үшін сіздің организміңізге өте көп мөлшерде энергия қажет. Тамақ дұрыс қорытылмай, алкогольдік сусындар ішсеңіз, азанда ұйқыдан оянған кезде түнімен ауыр жүк дегендей халде оянасыз. Ұйықтаудан 2 сағат бұрын барлық істеріңізді тоқтатып, жұмыс жайында ойламаңыз. Қандай да бір идеялар келсе, оны қағаз бетіне түсіріп, ертеңгі күні іске асырыңыз. Оның орнына жақсы ұйықтау үшін көңілді музыкалар, жақсы кітаптар немесе массаж жасатқаныңыз жөн. Осылардың біреуін қалауыңыз бойынша таңдаңыз. Қайсын таңдағаныңызды пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ұйықтаудан 1 сағат бұрын телевизордан, смартфоннан, компьютерден бас тартыңыз. Тіпті қандай да сериал болмасын, Facebook, VK, Instagram, тағы да басқа әлеуметтік желден аулақ болғаныңыз жөн. Көзіңіз бен миыңызды демалдырып, бөлмеңіз қараңғы, салқын, тыныш болсын. Ешқандай да жарық көзі бөгет жасамау керек. Ол сіздің ұйықтауыңызға кедергі жасайды. Таңертең оятқыш қоңырау шырылдағанда 10 минут сайын қайталауға қоймай, бірден орныңыздан тұрыңыз. Күнде бір уақытта оянуды әдетке айналдырғаныңыз жөн. Тіпті демалыс күндері де. Осымен пайдалы кеңесіміз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жарап жатса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.